Сәлем достар баршаға. Бүгін горбуша балығын қуыру рецептісімен бөлісетін боламын. Алдын ала балығымызды жуып, бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Балығымызды маринаттау үшін бір жұмыртқаны ыдысымызға жарамыз. Және қара бұрыш пен паприканы қосып, аздап тұз қосамыз. Рецепттер ұнап жатса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі қаймағымызды саламыз. Қаймақтың орнына сүт қолдансаңыздар да болады, немесе майонез қолдансаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Аздап суымызды қосып, араластыратын боламыз. Ұнымызды салып, аздап су құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Негізі горбуша балығы аздап құрғақ балыққа жатады. Көбінесе пешке пісіріп, немесе қазанға бұқтырады. Ал қуыру үшін маринаттаса өте дәмді болып шығады. Және лимонның суын сығып қосамыз. Мен жарты лимон алдым, кішірек. Сушеный базилик қостым, немесе орнына балғын райхан гүл қосса да болады. Зәйтүн майымызды құйып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Енді балығымыздың барлығын бір-бірлеп салып, араластырып, бөлме температурасында 2 сағатқа қалдырамыз. Арасында 1-2 рет аударып тұрсақ болады. Мен бетін пищевой пленкамен жауып қойдым. Екі сағат өткеннен кейін дайын балығымызды алып, қызып тұрған отымызға бір-бірден салып, екі бетін аудара отырып, қызарып піскенше қуырып аламыз. Горбуша балығы негізі семгаға ұқсас қызыл балық болып келеді. Бұл балықтан сорпа жасаса да дәмді болып шығады. Ал сковородкада қуыру үшін зәйтүн мен сары май қолдансаңыздар болады, немесе жай сұйық май қолдансаңыздар болады. Балығымыз қызарып піскен соң салфеткаға салып алдым. Майды сорып алу үшін. Қылтығы да қатты көп емес, дәмді балық, жасап көріңіздер. Қарағандарыңызға рахмет. Егер ұнап жатса, тіркеліп каналыма қолдап қойыңыздар. Сіздермен бірге сымбат.